У каждого народа есть свои обычаи и традиции. У казахского народа есть тоже свои национальные блюда. Қазақтарда ұлттық тағамдар бар. Ол көже, құрт, ірімшік, тағы басқа жақсы дәмді тағамдар бар. Бірақ қазір мен сендерге бөлек тағамды көрсетем, ол ірімшіктен жасалынады. Это национальное блюдо, отдельно я хочу вас познакомить, оно называется корт. Как оно изготавливалось этими казахскими женщинами, я вам расскажу этот весь способ приготовления. Ата-бабамыздың баяғыдан қазақтар кочевой образ жизни вели дегендей сияқты, қыстаудан жайлауға көшіп жүрді олар. Сондықтан көшіп жүргенде оларда уақыт болған жоқ тамақ пісіруге. Сондықтан олар сүрленген етті тамаққа пайдаланды, сосын құрт. Неге десеңіз, тоқтауға уақыт оларда болған жоқ. Құрт келе жатқанда құртты аузына салып, шайып, соны нені басады, аш қарынды басады. Құрт қалай жасалынды? Как делался құрт, Ваня? Я хочу тебе рассказать. Құрт сиырдың етінен, сүтінен жасалынған. Сиырды сауып, сосын сүтті сүзіп, оны неге қояды? Ол үріп кетеді. Үріп кеткеннен кейін дорбаға құйып, оны ауыр таспен басады. То есть из коровьего молока делали простоквашу. Она молоко скисала, это называлось простоквашей. Потом эту простоквашу заливали в специальный мешок, такой из ткани сделанный. Потом его придавливали прессом. Когда придавливали прессом, жайлап, көксу тамызып шығатын еді. То есть из простокваши потихонечку вытекала сыворотка, называется, вода такая голубенькая, сыворотка. И это молоко становилось плотным. Вот. Сосын содан кейін неден шығарып, дорбадан шығарып, осындай болып шығады. Вот такой становился, это простокваша, вот такая становилась, вот такой формы. Сосын сол ірімшікке дос салып, кішкене дос салат еді, неге құрт жасауға дәмді болсын деп, чтобы был құрт вкусный, солили этот творог, дос салып, сосын бүйтіп араластырып істейтін еді. Вот так вот делали, перемешивали вместе с солью. Сосын оны қолға алып, басып, бүйтіп, басып, домалақ қылып істейтін еді. Видишь, как красиво получается? Домалақ істейтін еді. Я ұзын қылып істейтін еді, сосын істегеннен кейін смотрите, вот это вот готовый құрт. Ол мынау әзір құрт. Күннің көзіне кептіріп, оны енді сосын тамаққа біздер тамақтандырамыз балдарды. Мына дәмі қараш, попробуй, какой вкусный. Өте дәмді болу керек. Оны аузына салып, көп уақыт ұстайсың, сосын қарын ашпайды. Вы долго, когда құрт возьмешь в рот и его долго держишь, потихонечку, вкус его, пробуешь, какой он вкусный, и долго кушать неохота после него. Сосын
адам құртты жегеннен кейін шөлдемейді. Человек не хочет пить после құрта. Очень вкусный, полезный, национальная еда. Это құрт.